Отбасы ошақ қасы оқырмандары, менің жазбамды оқып, біреу күлер, біреу балағаттар, бірақ менде басқа амал жоқ. Күйеуім сезіп қоя ма деген қорқыныш тағы бар. Не істерімді білмей басым қатты. Мен Көкшетау өңірінің қызымын. Үйде 2 қыз және жалғыз ініміз бар. Әпкем менен 6 жас үлкен. Ата-анам зейнетақыға қарап отырған жандар. Әпкем мектеп бітірген соң оқуға түсе алмай, облыс орталығына жұмысқа тұрды. Жұмысы сатушы. Кейіннен Қарағанды жаққа тұрмысқа шықты. Ал мен болсам оқуымды бітіріп, Көкшетау қаласына жоғарғы оқу орнына студент болып қабылдандым. Әпкем Қарлыға жездеммен мінездері келіспей 2 жылдан соң ажырасып қайтып келді. Жездем жаман жан емес сияқты еді, бірақ әпкеме бір жақпай-ақ қойды. Үнемі көңілі толмай есі шықты. Ақыры бір баласын жетектеп ауылға қайтып келді. Ата-анам іштей көңілдері түссе де үнсіз қабылдады. Ұлын бауырларына басты. Әпкем ұлын ата-анамның қамқорлығынан тастап Көкшетау қаласына кетті. Ол кезде мен 2-ші курсқа аяқ басқан кезім. Көкшетауда тағы бір шағын дүкенге сатушы болып кірді. Мен жатақханада, ол қыздармен пәтер жалдап тұрды. Анда-санда пәтеріне барып тұрдым. Қасында өзі сияқты тұрмыста болған қыздармен тұрады екен. Әңгімелері жарасып, кафеге барып қыдырғыш болып кеткендей. Үйлеріне барсам, Қарлыға менің тезірек кеткенімді қалап тұратын сияқты болып көрінетін. Үнемі қолыма ақша мен азық-түлік ұстатып, сау бол деп шығарып салуға асық еді. Бұрынғыдай емес, өзі де әрленіп, әдемі киініп, шаш үлгісін де өзгертіп үлгеріпті. Ұлын ұмытқан, тіпті ата-анама анда-санда ғана хабарласады. Бар көмегі дүкеннен бір сөмке тәттілер жіберіп тұрады екен. Осылайша мен 3-ші курсқа келдім. Қарлыға өміріне де үйренгенбіз. Бір күні Қарлыға 2 баласы бар азаматқа тұрмысқа шығатындығын айтты. Әйелі қайтыс болған, балалары ер жетіп кеткен. Болашақ жездеміз Қарлығадан 12 жас үлкен екен. Әпкемнің 2-ші рет отбасын құру бақытына ие болғанына іштей қуанып жүрдім. Енді мен жатақханадан шығып, Қарлыға әпкемнің қолында тұратын болдым. Әпкем дүниеге бір ұлды әкелді. Үй жайы бар жездеміз де жайлы адам. Өзімен өзі жұмысына барады, теледидар қарап анда-санда ақырын ғана әңгімесін айтып отыра беретін. Балалары да ержеткен ақылды, артық жас отбасын мазаламайды. Жездеміз вахталық жұмыста істейді. Айына 1 рет Астана қаласына жұмысқа кетеді. 10 күннен соң қайтып келеді. Мен өз бақытымды кездестіріп, тұрмысқа да шықтым. Қазір Көкшетау қаласында ата-енеммен бірге тұрамын. Енем көп сөйлей бермейтін сабырлы жан. 2 жыл болды, қант диабетімен ауруына шалдығып, науқастанып жүр. Үйде болғанда ауруханаға төсегіне таңылғаны көп. Ал атам болса зейнетке шықса да бір мекемеде күзет қызметінде жұмыс істейді. Үлкен жер үйде тұрамыз. Күйеуім банк саласында жұмыс істейді. Өзім 2 баламен үйде отырмын. Мені мазалайтын соңғы кезде үлкен проблема бар, ол Қарлыға әпкем мен менің қайнатамның ара қатынасы. Ел біле ме білмеймін, мен ашықтан анық білемін десем де болады. Бірнеше рет көзімде жеткен. Енем ауруханада жатқан кезде Қарлыға әпкем де біздің үйге әр нәрсені сылтауратып келгіш болып қалды. Жездем вахталық жұмысына кеткен соң, атам сол үйдің құтты қонағы. Үйге де қонбай қалады. Қайда болатынын сезсем де білмегенсіп жүремін. Күйеуіме айтуға еш батылым бармайды. Тіпті қорқамын. Ал әпкемді бір рет сөзге тартып көрмекші болып едім, қарқылдап, күліп әзілге айналдырып, құдашадан құр қалғанды атады деп өз алдына бет алды сөйледі. Енем ештеңе білмейді. Және білсе де екен деп тілемеймін. Әпкемнің қылығы бір күні әшкере болса, отбасымыз ойрандай бола ма деп те қорқамын. Үйге келгенде Қарлыға атама батылданып сөйлегенін көргенде жерге кіріп кете жаздаймын. Бар жоқтысын киіп, түлкі құсап бұраңдап, шолжаңдап құтты мода көрсетуге келгендей
сылқылдап, үйде сағаттап отырып алатынын қайтерсіз. Туған әпкем қылығын ата-анама да айтуға тілім жетпейді. Тіпті бір ағайындардың тойында менің атама жабысып билегенін көргенде жер болдым. Жездемді адам құрлы көрмейді, жасқанбайды да. Арасында өтірік күліп алдай салғанын көргенде өз әпкем қылығынан жиіркеніп те кетемін. Егер бір әңгіме бастасам, ертең өзімді кінәлі қылып шықпаса екен деп, олардан бәрін күтуге болады. Ағайын туыс, ел-жұрт соқыр емес қой, бір күні шындықтың беті ашылса не істемекпін? Жездеме де жаным ашиды. Бұл сұмдықты ұлдары білсе, қарлығаны бір күнде тұрғызбасы анық. Ал күйеуім білсе, не боларын кім білсін?